Қайырлы күн, жақсыларым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гаухар Раисова. Мен қазіргі уақытта Альхадая компаниясының топ лидерімін. Осы видеороликте мен сіздерді Альхадая компаниясының елге ұсынып жатқан барлық мүмкіндіктермен таныстырғым келеді. Альхадая компаниясы 10 жыл бойы, яғни 2013 пен 2023 жылдың аралығында дәстүрлі бизнес ретінде 6 елге дамып, осы өзінің денсаулыққа байланысты осы керемет өнімдерін ұсынып өсіп келе жатқан компания болған. Қазір 1 тамыздан бастап 2023 жылдың компания партнерлық сетке ауысты. Яғни біз білеміз, өнімді өткізу үшін біріншіден ол традиционный метод бар, тікелей сату, және де сетевой метод бар. Енді компания 1 тамыздан бастап 2023 жылдың сеттік жүйеге ауысты. Яғни ол дегеніңіз, осы сетевой бизнеста жұмыс жасап жүрген көптеген адамдар бұл керемет мүмкіндік екенін жақсы түсінеді, және де осы видеоны көріп отырған әр адам соны түсінсе екен деп ойлаймын. Неге десеңіз, бұл продукция осы 10 жылдың ішінде керемет авторитетін жинады. Осы компанияның продукцияларын пайдаланған қаншама 500 мыңға жуық осы соцсетте отзывтар бар, соны айта жүріп, сондай дайын площадкада жүріп, жақсы өте ауқымды мөлшердегі табысқа жетуге болады. Бұл продукциялардың барлығының керемет сертификаттары бар. Мен үшін ең ұнайтын сертификат ол халал, ISO 22000, және де GMP деген сертификаттары бар. Міне, және де бұл продукцияларды қазіргі таңда қарап отырсақ, осы компанияның корзинасы айдан айға кеңейіп келе жатыр. Яғни бұл компанияның басында отырған, бұл компанияның президенті Арсен Кусаинов, учредительдері Ұлықбек Шарипов, бұл кісілердің 10 жылдық тәжірибесін, қазіргі таңдағы нарықта алатын салмағын, орнын білгілеріңіз келетін болса, Google-ға бұл кісілердің аты жөнін салып көріңіздер де, сол жерден ауқымды ақпарат алуларыңызға болады. Мен үшін сондай ақпаратпен танысқан кезде, мен осы компанияда жұмыс жасайтыныма нық сенімді болдым. Неге? Өйткені осы 10 жылдың ішінде өндірісті өндіру, және де оны ары қарай тарату деген сияқты барлық мәселелерде, барлық операционка дейді ғой, бұл кісілердің істеп жатқан, Арсен Кусаиновтың істеп жатқан еңбегі өте елеулі, және де ондай руководительді, ондай басшының, ондай ұйымдастырушының артынан еріп осындай бизнес жасау деген, ол енді үлкен алыс жаққа қарайтын адамдардың шаруасы деп ойлаймын. Енді осы өнімнің ар жағында керемет бизнес мүмкіндік бар. Сол бизнес мүмкіндікті ол бұрын соңды сетте болған адамда, сетте енді ғана түсініп келе жатқан адамда бәрі де айтады ғой, с нуля бұл бизнесті жасауға болады. Өйткені сондай керемет маркетинг, бұл жерде бинар гибридті, яғни классикалық маркетингтің де кішкене элементтері бар, ал жалпы ол өте жақсы, мықты, табысты маркетинг. Альхадая компаниясы бізге табыстың 8 түрлі бонустарын ұсынады. Рефералды бонус, бинарлық бонус, мейчинг бонус, лидерлік статустарға жеткен кезде беретін сыйақылары, сыйлықтары, кэшбэктер жүйесі, линиялық бонус, структуралық бонус, және де глобальды бонус. Біздің компанияға тіркелу ол тегін, 0 теңге яғни. Әр сетевой бизнестің өзінің персональды валютасы болады. Альхадая компаниясындағы 1 PV ол 450 теңгеге тең. Компания бізге 3 түрлі пакет ұсынады. Әркім өзінің түсінігінше, әркім өзінің қабылдауынша, әркімге өзі не қажет, соған байланысты пакеттерді таңдап кіреді. Яғни бізде старт пакеті, оның ішінде 100 PV-ға тең өнім бар. 45 мың теңгенің жобасында тұрады. Стандарт пакетінің ішінде 300 PV-дің өнімі болады, 135 мың теңгенің шамасында. Бизнес пакет ол 600 PV-ге өнім болады, ішінде 270 мың теңгенің жобасында болады. Және де енді өзім айтып кеткім келеді, стандарт деген ол тұтынушылық ретінде таянатын кісілерге, емделіп алайын, өнімнің дәмін көрейін деген сияқты, эффектісі бар ма жоқ па деп тексеретін кісілер осындай пакетпен келіп жатады. Ал нақты бизнес жасайын, үлкен табысқа ие болам деген кісілер бірден ойланбастан бизнес пакетке келеді. Мен өзім солай бастағаннан кейін, осылай бизнес жасап, жақсы табыс тауып жатқаннан кейін, барлықтарыңызға 100% осы бизнес пакеттен бастауға кеңес беремін. Өйткені бұл жерде керемет өнім бар, керемет сапада, және де осы 10 жылдың ішінде қандай керемет оған отзывтар болды, сондықтан да ол уақыт дәлелдеп кеткен нәрсені тексеріп, уақыттарыңызды жоғалтпаңыздар дегім келеді. Енді бұл Альхадая компаниясында бинарлық система. Бинар деген би деген сөзден шыққан, яғни сізде 2 ветка ғана болады. Ол 2 ветканың біреуі наставниктың спонсорская ветка дейді, біреуі спонсорская ветка, біреуі ішкі ветка болады. Енді мені қараңыз, сіздің списогіңізде қанша адам бар, соны сіз бизнесқа шақырдыңыз,
бизнесқа ең жоқ деген кезде 5 адам шақыратын болсаңыз, сіз жақсы табысқа шығып бастайсыз міне. Бір адам, екі адам міне, екі веткаға тіркедіңіз. Енді үшінші адамыңызды сіз мына жаққа барып тіркемейсіз. Ол мынау бірінші адамыңыздың астына поддержка болып тіркелді, иә? Төртінші адамыңыз тоже екінші адамның соңынан поддержка болып тіркелді. Тура солай сіз 5 адам тіркеп бастасаңыз, артыңыздағы кісілер көбіне соны қайталайды. Екі адамды ғана тіркеп қойып, сол кісілердің ауа райына тәуелді болып отыруға болмайды. Бұл өйткені үлкен бизнес. Енді мынау сіз, мен осы жерде өзім осындай үлкен пакетпен келіп, ірі табыстарды тауып бастап жатқаннан кейін, сіздерге де сондайды ұсынамын. Яғни, мен қазір осы жердегі барлық мысалды ол бизнес пакеттің негізінде көрсетемін. Яғни сіз келдіңіз, бір кісі 600 PV-ға тіркелді дейік, иә? Сіз сол кісіден рефералды бонус қанша алады екенсіз? Яғни 600-ді көбейтеміз 20%-ға, көбейтеміз 450 теңгеге. Яғни ол сізге 54 мың теңге рефералды бонус береді. 600 PV-ге тағы екінші адамыңыз тіркелді ма, ол жақтан да 54 мың теңге. Мына жерде 300 PV-ға тіркеліп жатыр ма адам, ол жерден сізге 27 мың теңге төленеді. Мына жерде 100 PV-ға адам тіркелді ма, ол жерден сізге 9 мың теңге. Және де мына 5-ші адамыңызда 600 PV-ға келіп тіркелді ма, ол жерден тағы да 54 мың теңге сізге түседі. Яғни, бізде мына қарап отырсаңыздар, 5 адамды қосып, сіз уже үлкен бизнесқа қадам жасадыңыз, иә? Және де бұл рефералды бонус түсінікті деп ойлаймын. Енді бинарный бонусқа келетін болсақ, бинар деген сіздің осы бір аптаның ішінде бізде сейсенбі күні сағат 00:00-де апта жабылады. Яғни, сол уақыттың ішінде қандай тауар айналым жасадыңыз, сол есептеледі осы уақытта. Және де 00:01-ден бастап сіздің жаңадан жасаған статусыңыз, чектеріңіз солардың барлық кабинетіңізде есептеліп тұрады. Мына жерде сізде мына 900 PV болып тұр, иә? Мына жақта сізде 1300 PV болып тұр. Яғни, бинарлық бонус сізде қай жақта кішкентай тауар айналым жасадыңыз, соның көрсеткіші бойынша есептеледі. Яғни, мына жерде сіз 900 ғой, оны көбейтеміз 9%-ға, көбейтеміз 450 теңгеге. Сол кезде сіз қанша бинарлық бонус алдыңыз екен, соны есептейміз қазір. Мына 900-ді көбейтеміз 9%-ке, көбейтеміз 450 теңгеге. Сонда 36.450 теңге шықты. 36.450 теңге шықты. Енді қараңыз, осы аптада сіз осы бизнесті бастап жасағаннан бері қандай пайда көрдіңіз екен? 54 мың, 54 мың, 54 мың 3 рет қосамыз, иә? Қосылған 54 мың, қосылған 54 мың, және де 27 мың и 9 мың. 27 мың, қосылған 9 мың. Сонда мұны қараңыз, бір аптаның ішінде сіз осындай ғана шаруа жасап жүріп, 234 мың 450 теңге табыс таптыңыз. Және де сіздің енді келесі аптада табатын табысыңыздың көлемі бинарлық бонус оның ішінде одан да жоғары болады. Неге десеңіз, мына 600 PV-ға тіркелген кісілер бизнес жасаймыз деп келді, иә? Бизнес жасаймыз деп келген адамдар босқа отырмайды. Олар өзінің адамдарын шақырып сеть құрады. Бұл жердегі ең үлкен мақсат сеть құрып тауар айналым жасау. Соған байланысты жаңағыдай апта сайын өзіміздің сыйақымызды алып тұру. Енді келесі аптада мынау табыс одан сайын жоғарылайды, мынау одан сайын жоғарылайды, мынау одан сайын жоғарылайды. Неге? Өйткені адамның соңынан қосылған адам, ол да ақша мотивация ғой, барлығымыз ақша тапқымыз келеді. Ол да өзінің адамдарын шақырып, жасайын деген шаруаны жасап жүреді. Соған үйрету керекпіз. Енді үшінші табыстың түрі ол matching бонус. Яғни сіздің бірінші қосқан адамыңыз, мына өзіңіздің жеке қосқан адамдарыңыз чек алып бастайды ғой. Мына жерде мына кісі 200 мың теңге ақша алды дейік. Бинардан. Соның 10%-ін, яғни 20 мың теңгесін компания сізге matching бонус төлейді. Мына жерде мына кісі 150 мың теңге алды дейік. 10%-і сізге. Солай әрбір өзіңіздің жеке шақырған кісілеріңіздің чегінен, партнердің чегінен сізге 10% төленіп отырады. Бұл бірінші линиядан. Енді осы жерде мына сеть құрам деген кезде адам, соткаңыздағы 1000 адамды немесе 500 адамды бір өзіңіз шақырып жүрмейсіз осы бизнесқа, иә? Сіз шақырған 5 адам, ол өзінің 5 адамын шақырады, иә? Сетьке бизнес жасаймын, серьезно келдім деген адам, ол 5 адамды қоса алады бизнесқа. Яғни сізде екінші линияда уже 25 адам болады. Ол әркім өзінің 5 адамын шақырғанда, үшінші линияда 125 адам болады. Төртінші линияда 625 адам болады. Бесінші линияда 3125 адам болады. Міне қараңыз, геометрическая прогрессия дейді ғой, міне осындай уақытта осындай көрініс орын алады.
Ол үшін әрқайсымыз жоқ дегенде өзіміздің 5 адамымызды шақырып бастауымыз керек. Енді матчинг бонусты Аль-Хадая компаниясы бізге 5 жаңағыдай глубинадан төлейді. 5 линиядан. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни, мынау бірінші линиямыздан 10%, екінші линиямыздан 10%, үшінші линиямыздан 5, 4-тен 5, бесінші линиямыздан 3% төлегенде, сонда қараңызшы, өзіңіз шақырған 5 кісінің тауар айналымынан 10% үлкен бола ма? Әлде сіздің 5-ші глубинаңыздағы 3125 адамның жаңағыдай тауар айналымынан төлеген 3% үлкен бола ма? Сондықтан да сетевой бизнеста ешкім жалғыз өзі жүріп сет құрмайды. Сетті біз адаммен құрамыз. Сондықтан да мынаған дейін біз өзіміздің командамызға контроль жасауымыз мүмкін. Кімнің кім екенін білуіміз мүмкін. Мынадан кейін ол мүмкін емес. Неге? Өйткені сарафанное радио дейді, бір кеште, бір үйде, бір аймақта қаншама осы Аль-Хадая кеңінен тарап жатыр. Сондықтан да осы қазіргі таңда осы екпіннің ішінде болуымыз керек барлығымызда. Матчинг бонус түсіндірдім. Лидерский бонусты түсіндіру үшін сіздерге міндетті түрде біздегі карьерная лестницаны көрсеткім келеді. Көптеген адамдар сетевой бизнесқа келгенде активация деген ұғымнан қорқамыз, және де бал күйіп кететін ұғым бізге ұнамайды. Менің енді 14 жылдық сетевой бизнеста опытым бар. Осы күнге дейін жасап жүрген бизнестарымда мен сондай жағдайлармен кездестім де, содан кейін мен осознанно бинарды іздедім. Және де бинардың ішінде осы Аль-Хадая компаниясы ұсынып жатқан бизнес мүмкіндік активация жоқ, және де балдар мынау келген күні, тіркелген күні жасаған 600 балыңыздан бастап ары қарай команда құрып жатырсыз ғой, мына кісілердің барлығын жасаған балы, ол жинақталып сіз карьерамен жоғарылап көтеріле бересіз. Енді бұл жерде қандай статустар бар? Бронзовый директор деген по малой ветке дейді, мынау аз жағында 900 деп тұр ғой ана жерде. Ал мына жерде міне 700 болса, сіз бронза директорсыз. Екінші, ол күміс директор, 2000 PV тауар айналым. Алтын директор 7000 PV тауар айналым. Рубин директор ол 20000 PV тауар айналым. Сапфир директор ол 70000 PV тауар айналым. Және де одан үлкен статустар бар. Ол изумруд. Изумрудта 200 000 PV тауар айналым. Бриллиантта 700 000 PV тауар айналым. Бриллиант 2 статусында 2 миллион тауар айналым. Бриллиант 3 статусында ол 7 миллион тауар айналым. Бұл тауар айналымның көлемінен қорқып қажет емес. Өйткені ойлаңыз, 3125 адам әрқайсысы 600 PV-ден жасаған кезде қандай үлкен ауқымды тауар айналым болады, Сонымен қатар енді мына жерде 4-ші табыстың түрі ол лидерлік деп тұр. Ол жерде компания жасаған тауар айналымдарымыз үшін, жеткен статусымыз үшін бізді сыйлықтармен марапаттайды. Яғни, мына жерде $1200 тұратын саяхат ұсынады компания. Өзінің партнерларын Аль-Хадая компаниясы жылына 3 рет жаңадан шыққан рубиндердің барлығын осындай саяхатқа алып шығатын болады. Ол жерде саяхаттан бөлек үлкен масштабты тренингтер өтеді. Әрі қарай сапфир директорінде $2000 жобасында ақшалай бізде сыйлық болады. Изумруд статусында да тура $5000 жобасындай ақшалай сыйлық. Бриллиант директорында автобонус $20000 көлемінде. Бриллиант директор 2 деген статуста үлкен автобонус $50000 жобасында. Ал бриллиант директор 3 ол жерде үлкен жаңағындай жилищный бонус, квартиралық бонус, ол $150,000 көлемінде. Және де мына жерде бонус жаңағындай бинарлық, ол 9%-пен есептедік қой. Ал осы бриллиант 1, бриллиант 2, бриллиант 3 деген статустарда 9 емес 11, 11 емес 12, 12 емес 14% алады екенбіз бинарда. Ал егер де осындай үлкен тауар айналым жасап жатқанда, тіпті 1%-тің өзі бізге 10 миллиондап жаңағындай табыс әкеледі. Ары қарай кэшбэктер жүйесіне келейік. Кэшбэктер жүйесі, мына біздің кез келген өніміміз уақытында дұрыстап пайдаланатын болсақ, бұл таусылады, Бұл таусылғаннан кейін біз оны қайтадан барып сатып аламыз. Сонда кэшбэк деген ол біздің қайтадан сатып алған саудамыздан 20% кэшбэк төленеді екен. Яғни мынау коллаген 25 000 теңге тұратын болса, оның 20%-і біздің жаңағындай немізге қайтарылады кэшбэк ретінде. Көптеген компаниялар нарықтағы оны тауармен береді, но Аль-Хадая бізге оны ақшамен қайтарады. Яғни 5000 теңге ақшамен қайтып келетін болады өзімізге. Ал линейный бонус деген, енді бізде тауарымыз бітіп, біз қайтадан сауда жасап жүрген болсақ, әр партнеріміздің де алған тауарлары бітетте, ол кісілерде қайтадан сауда жасайды, Сол саудадан түсетін жаңағындай ол кісілердің кэшбэктері бізге мынау тура көрсеткенімдей 5 линиядан мына жерде 10%, мына жерлердің бәрінде 5%-тен
біздің мынау командамыздағы партнерлардың қайтадан жасаған саудасынан, яғни 3125 адам қайтадан осы жерден қара зере майын алатын болса, әрқайсысынан компания 5%-тен бізге төлеп отырады. Керемет ол. Әрі қарай структуралық бонус. Енді біз жаңа карьералық лестницада әркім өзінің жетем деген уақытында мынау статустарды жауып жататын болса, яғни сіздің структураңызда алтын директор болатын болса, ол өзінің тауар айналымының 2%-ын иеленеді, иә? Сол кісіні бизнесқа шақырған сіз, оның мына 10-нан разницасы, айырмашылығы 8%-ды компания сізге төлейді. Тура солай сізде рубин директорлар өзінің тауар айналымынан 4%-ды алатын болса, айырмашылығы 6%-ды компания сізге төлейді. Тура солай сапфир директор 6% өзінің тауар айналымынан алып жатса, разницасын 4%-ын солай сізге компания қайтарады. Міне тура солай барлық директорлардан, структураңыздан компания осындай бонус қайтарады. Енді осы 1-ші мен 7-шінің аралығындағы тауар айналымының барлығын сіз өзіңіз структура құрып, өзіңіз жасадыңыз. Содан алдыңыз, иә, тауар айналымынан алып жатқан бонустарды. Ал глобал деген бонус, ол халықаралық деңгейдегі тауар айналымынан компания сізге кварталына 1 рет төлеп тұратын болады. Мен білем, менің осы барлық бонустарымды көрсетіп роликтер түсірем ғой, соны әр структура қарап жатады. Мен оған қуанам. Неге? Өйткені адамдар достоверный информация тыңдаса екен, және де шаруаны осылай айтқанымыздай түзу жасаса екен деген сияқты. Неге? Өйткені олай түзу істейтін болсақ, біз әлемге, дүние жүзіне жақсы таныламыз, иә? Сонда глобал бонус дегеніңіз, мынау халықаралық деңгейдегі бизнес болатын болса, мынау үлкен торт болатын болса, содан бриллиант 1, бриллиант 2, бриллиант 2, бриллиант 3 дәрежелеріне жеткен уақытта компания өзінің халықаралық табыстағы үлесімен бөліседі. Мына жерде 1%-ті бриллиант 1-лер арасында бөліп береді. 2% табысты бриллиант 2-лердің арасында бөліп береді. 3% табысты бриллиант 3-тердің арасында бөліп беретін болады. Осындай керемет маркетинг план бар. Бұл жоспарды бірден көріп, түсінбей қалсаңыз, қайтадан тыңдауға кеңес беремін. Содан кейін еще әр банкіден, әр банканың компаниядан сатып алып жатқан уақытта 50 теңгесі қайырымдылық қорына бөлінеді. Қазіргі таңда компанияда үлкен тәжірибе бар. Ол жағынан Асар үйме деген қайырымдылық қоры арқылы Қазақстанда осы компания 5 жаңағындай баспанасы жоқ адамдарға баспана сыйлаған үлкен қомақты деп айтуға болады ғой, сондай бір қайырымдылық ісі бар. Және де әрқайсымыз енді тауар айналым үлкейген сайын, ойлаңыз, сіздің сол қайырымдылыққа қосатын үлесіңіз де өте үлкен болып өсе береді. Мына жерде толығырақ апгрейд жөнінде түсіндіріп кеткім келеді. Себебі бұл бизнесқа басында түсінбей, білмей, тұтынушылық деңгейде ғана қосылып қалған кісілерге кейіннен мынау бизнес пакетке қосылуға мүмкіндік бар. Оны апгрейд деп айтамыз. Міне, егер де сіз стартта тұрып, стандартқа өтем дейтін болсаңыз, бұл екі аралықта накопительная система, жинақтаушы система бар. Яғни сіз 45 мыңға затты бір алдыңыз, тағы 15 мыңға алдыңыз, тағы 25 мыңға алдыңыз, сөйтіп жинақтап, 300 PV-ге дейін жеткізіп алуыңызға болады осындай системамен. Ал егер де сіз стартта тұрып, бірден бизнес пакетке секіргіңіз келсе, немесе стандартта тұрып бизнес пакетке секіргіңіз келсе, онда мынау 100 бен 600-дің ортасындағы айырмашылықты, міне, 500 PV-ге бірден бір чекпен оплата жасап, осылай өтуіңізге болады. Стандартта тұрсыз ба? Мынау разницасы 300 PV-ге бір чекпен разницасын төлеп, сол разницасына өзіңізге керекті продукцияны аласыз да, мына жерге ауысып алуыңызға болады. Неге пакеттен пакетке секіру керек деп айтып жатырмын? Себебі қарап тұрсаңыздар, иә, старт пакетімен жүрсеңіз, сол айтып отырған әңгімеге, сол қосылған кісі үшін, міне, допустим, сіз 600 PV-де тұрып, егер де сіз жаңағындай адам қосатын болсаңыз, 600 PV-ге сіз 54 мың аласыз, иә? Ал егер де өзіңіз 100 PV-де тұрып, 600 PV-ге адам қосасыз ба, сіз 54 емес 27 мың аласыз. Өйткені ол жерде 10%, иә? Сондықтан да, міне, 2 есе ақша табу үшін бизнес пакетке өтіп алғандарыңыз жөн. Мынау бір пакеттен бір пакетке секіретін уақыттың аралығы 3 айдан асып кетпеу керек, соған да бақылау жасап қою керек. Құрметті жақсыларым, сіздерге қазіргі таңдағы нарықтағы теңдесі жоқ керемет бизнес мүмкіндікті Альхадай компаниясы ұсынып отырған. Соны мен сіздерге түсіндірдім. Ол жерден бірдеңені түсінбей қалсаңыз, ол заңдылық. Қайтадан роликті қарап шығыңыз, болмаса, мына жерде көрсетіліп тұрған менің номеріме жазыңыз. Міндетті түрде барлығын егжей-тегжей түсіндіреміз. Менің структурама келіп, менімен бірге халықаралық бизнес жасауға шақырамын әрқайсыңызды. Және де бұрын соңды бізге шетелден келіп компаниялар тауар айналым жасап, біз сол кісілерге тауар айналым жасап жүрген болатын болсақ, қазіргі таңда Альхадаяны біз
қазақстандық компанияны әлемге танытуға қолымызда үлкен мүмкіндік тұр. Сол мүмкіндікке сіздер өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар.